Ниш және білім емтихандарына келетін математикадан есептерді ары қарай талдауды жалғастырамыз. Мына мәселе есепке қараңыздар. 300-дің 12% x-ке және 140-ның 10% y-ге тең. X плюс y-дің 40% неге тең дейді. Енді біз оны есептеу үшін бірінші x-ті сосын y-ті есептеп алуымыз керек. X-ке не тең? 300-дің 12%. Демек біз 300-ді көбейтеміз 12%-ке. Ол дегеніміз біз 300-ді көбейтеміз 0,12-ке деген сөз. Сонда шығады 36. Келесі, енді y-ті табу үшін 140-ті 10%-ын табуымыз керек. Сонда 140-ті көбейтеміз 10% дегеніміз 0,1, тең болады 1,4. Дұрыс емес, мына жерде 10% дегеніміз 0,1, сонда болады 14. Жерде 100-ден 1 деп қателесіп кеттім. Енді x плюс y-ті табуымыз керек. Екеуін бір-біріне қосамыз. 36-ға 14 қоссақ 50 болады. Енді 50-дің біз 40%-ын есептеуіміз керек. 0,4-ке өтеміз. Сонда 50-ді 0,4-ке өтсек 20 шығады екен. С жауабы.